2019 жылдың 6 қыркүйегі Нұр-Сұлтан қаласы. Тәуелсіздік сарайында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысы болып өтті. Бұл жиын тағдыр шешті кезеңдегі еліміз дамуында түпкілікті бетбұрыс жасайды. Ашық үн қатысу алаңы жинақталып қалған проблемаларды тиімді шешудің тетігіне айналуы тиіс. Отырыс барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы жау жоқ деме жар астында екендігіне баса назар аудартты. Және де соңғы кезде қоғамда туындаған әр түрлі қауесеттерге ермеуге шақырды. Сохранить и укрепить государственность. Далеко не всем по вкусу казахская государственность с юридически оформленными границами, территориальной целостностью и унитарной системой. Самое главное, стремительно меняется само понимание жизненного уклада человечества. Қазақ қашанда сөзге тоқтаған, ақылға жүгінген халық. Соңғы кездері ұйып отырған тату-тәтті тірлігімізге сынақ қағушылар көбейді. Президент мұндайларға жол берілмейтіндігін қадап айтты. Соңғы уақытта жер шетелдіктерге сатылады, мыңдаған шетелдік жұмыскерлер тартылады екен деген сияқты түрлі әңгімелер тарап жүр. Халқымыз мұндай даңғаза әңгімелерге ермеуі қажет. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей, в том числе используют эпатажных, эмоциональных людей, чтобы достичь своих определенных целей. Надо понимать, что такая манипуляция людьми является частью геополитики, цель которой подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Біз ұлттық мемлекеттік мүддені қашанда бірінші орынға қоямыз. Тағы да шегелеп айтамын. Жерімізді ешкімге бермейміз, халқымыздың мұң-мұқтажын әрқашанда ескереміз, баста назарда болады. Алдымызда тұрған ең маңызды міндеттердің бірі экономикамыздың өсіп өркендеуі. Халықтың тұрмыс тіршілігін жандандыру үшін инвестиция тартудың маңызы зор. Шетелдік инвестициялар тек қажетті салаларға ғана тартылады. Шетелдік инвестициясыз дамушы мемлекеттер өмір сүре алмайды. Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея тағы басқа елдер инвестициялардың арқасында жетістікке қол жеткізді. Шетелдік инвестициялар елдерінің қауіпсіздігіне кепіл болады. Еліміздегі қордаланып қалған проблемаларды шешуде тұрғындардың белсенділігі қажет. Ұлттық кеңес әр азаматтың өз үлесін қосуына мүмкіндік беруді көздеп отыр. Енді тұрғындар әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешуге ат салысатын болады. Нужны новые решения старых проблем. Лучшие идеи и предложения от общества, представителями которого выступают члены Национального совета, безусловно, найдут свое применение. Мемлекет басшысының төрағалығымен өткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің отырысы азаматтық қоғам пікірін саралау мен стратегиялық мақсаттарды дамыту негізінде мемлекет пен қоғамның барлық саласын жаңғыртуға мүмкіндік беріп үміт ұялатады.